Ассалаумағалейкум, Қазақстан, эфирде таңғы фреш бағдарламасы. Яғни Қазақстандағы ең балғын, ең көңілді бағдарлама басталды деген сөз. Патша көңілді көрермен, әдеттегіндей 1 сағат уақыт бойы қызықты сұхбат пен пайдалы ақпараттың куәсі боласыздар. Бүгін 13 ақпан дүниежүзілік радио күні. Оны 2011 жылдың 3 қарашасында ЮНЕСКО-ның бас конференциясының 36-шы отырысында бекітті. Оған себепкер Испания елі. Бұл күнді кездейсоқ таңдаған жоқ. 1946 жылы Біріккен ұлттар ұйымы өзінің радио қызметін іске қосты. 100 жылдық тарихы бар қазақ радиосы халық әндерінің жолын ашқан. Мысалы, Шәмші Қалдаяқов пен Жұмекен Нәжмеденовтың «Менің Қазақстаным» әнінің тұсауы радиода кесілбеді. Ұлттың үн жариясы басқа салаларда да өз таңбасын қалдыруда. Кеңеген жердеген жерге гүл шықты ғой, дәнегім терелеген қазағым мықты ғой. Қазақ радиосында, енді ұмытпасам, 1948 жылдан бастап алтын қор жиналған. Ол алтын қорда, мысалы, көптеген өмірден өтіп кеткен, біздің жаңағы осы қазақтың мәдениетінде жаңағы көрнекті өздерінің орны бар біздің ғалымдарымыз, қайраткерлеріміздің көптеген адамдардың дауысы сақталған. Әр кезде байланыс саласы өте маңызды сала ғой өйткені. Радио өзінің жаңағы міндетін осы байланыс құралы ретінде өте керемет атқарды. Ал қызықты әрі пайдалы ақпаратпен бөлісетін өзге де құрал подкаст. Қазір әлем бойынша 850 мыңнан астам подкаст пен 30 миллионнан көп эпизод подкаст бар. Қазақстанда бұл нарық әлі де толығымен қамтылмады. Алайда тыңдармандары да подкаст әзірлеушілер де көбеюде. Ең алғашқы подкастымды мен 2008 жылы бастадым. Ол қазақстандық рок-группалар туралы подкаст еді. Ең бірінші қателік, ол подкастты тек қана пайдалы қылып жасау. Бірақ егер дұрыстап кеп қарайтын болсақ, тек қана пайдалы, бірақ қызық емес ақпаратты көп адам тұтынбайды. Ол ақпарат қызықты болу керек адамдарға. Адамның 46% жаңа ақпарат алу, ал 39% жаңалық білу, 25% бос уақытын өткізу және 22% музыка үшін подкаст тыңдайды екен. Радио мен подкастқа таңдау түскенде қайсысы тиімдірек екенін Жібек Рахым айтты. Мен басында подкаст тыңдап бастадым, оған түрткі болған ағылшын тілін меңгеруім болатын. Ол өте ыңғайлы, телефон арқылы тыңдап жүре бердім. Кейін көлік алдым, подкаст тыңдай бастадым. Бірақ ол ыңғайсыз. Сондықтан ақырын радиоға көше бастадым. Бастапқы кезеңде радиода маған қызықсыз болды, себебі онда өлең ғана айтыла берді. Ал кейін тұрақты түрде тыңдап, өзіме ұнайтын радио толқындарын тапқаннан кейін ол жердегі түрлі бағдарламалар бар екендігін, сондай ол бағдарламалардың сапалығы, тақырыптың ауқымдығы, осындай қырлары бар болғандықтан көбірек радионы тыңдай бастадым. Радиодағы бағдарламалар мен подкастинг өте ұқсас болғанымен, әрқайсысының ерекшеліктері бар. Қайсысын таңдаймын десеңіз, өз еркіңіз. Ең бастысы әрдайым заман талабына сай болып, барлық жаңалықтарды біле жүріңіз. Құрметті достар, бүгін бізде қонақта журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы тұңғыш президент қорының лауреаты, елімізге белгілі радиожурналист Ләззат Тиышбекқызы. Қалыңыз қалай? Қайырлы таң. Қайырлы таң, жақсы, қош көрдік, қуаныштымын. Ұйқыдан қалай тұрдыңыз жалпы? Мен ұйқыдан жалпы оңай тұрам, ерте тұрғанды ұнатамын. Ерте тұрам, бір ерекшелігі сенбі жексенбі мысалы демалыс күндер болса да, демалыс күндеріне қарамастан мен бәрібір ерте тұрып алам. Бірақ енді әр адам өзі күліп ояну керек қой, әр күннің өзінің берер несібесі бар, құтты берекесі бар дегенге қатты сенемін, сол себептен ерте тұруға тырысамын. Тамаша. Енді Ләззат ханым, бүгін халықаралық радио күні. Шын жүректен сізді кәсіби мерекеңізбен құттықтаймыз біріншіден. Және жақын арада тұңғыш президент елбасы қорының, оның ішінде елбасы кітапханасының байқауында бірінші орын алыпсыз, радио журналист ретінде. Халықаралық тәуелсіздік және елбасы деген байқау өзі жылына бір рет өтеді және осы
байқауды жеңу менің арманым болатын. 5 жыл бойы мен жылда сол байқауға қатысатын едім. Енді биыл осы менің бағыма бұйырып, мен үздік радио журналист ретінде бірінші орынды иелендім. Тамаша, құтты болсын. Осындай толағай табыстар тілеймін сізге. Ләззат ханым, алғашқы сұрағым, жалпы радио саласына қалай келдіңіз? Ең алғашқы тікелей эфиріңіз қалай басталды, осы туралы сөз серттек. Алматыда Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының түлегімін. 2002 жыл, қателеспесем, сол студенттік шақ. Бірден Қазақ радиосына тәжірибеден өтуге, ол кезде қазіргідей емес, жалпы телевидение, радиода жұмыс істегіміз келеді, армандаймыз, дубляжға барғымыз келеді, бірақ есігінен сығалап қарап қана кететінбіз, кіре алмайтынбыз. Кез келген адам тәжірибеден өтіп практикаға бара алмайтын, мысалы. Ал біздің бағымызға бұйырып, еліміздегі белгілі радиоға барған едім. Сол радиода практикадан өтіп, уақыт өте келе 1-2 айдың көлемінде телевидениеде, коммерциялық бір телеарналардың бірінде кастинг жарияланып, тележүргізушілер керек деп, сонда барған кезде бірден өтіп кеттім. Солай мен жалпы журналистикадағы өзімнің жұмысымды, жолымды бастадым деуге болады. Ең алғашқы эфирді есіңізге түсірсек? Ең алғашқы эфирім? Толқуыңыз деген сияқты. Иә, жаңа практикадан, тәжірибеден өткеннен кейін құттықтау бағдарламасын жүргізетін болдым. Ол кезде қазіргідей әлеуметтік желіден бірден саған SMS келіп, WhatsApp оқып отыру деген мүлдем жоқ. Хаттар, иә? Хаттар, кәдімгідей хат, бірнеше бума хат келеді. Ол хаттың барлығын алдын ала ашасың, оны оқисың, оны компьютерға тересің, оның бәрін редакциялайсың, оның барлығын тілекті қосасың өз тарапыңнан. Кәдімгідей бірнеше құттықтау кітаптары бар, әдемі тілекке толы баталарын, тілектерін бәрін реттеп, одан кейін оның барлығын бірнеше қағазға басып шығарып, эфирге барасың, одан кейін құттықтау бағдарламасы бір демде 1 сағат өте шығады. Шіркін, өз қолымен жазылған хаттар. Ең алғашқы эфирге шыққан кезім өте қызық болды. Кәдімгідей қобалжисың. Әрине сенің дауысың өте маңызды. Радио болғаннан кейін ең бастысы қару, ол адамның дауысы, ол аспап қой, ол аспапта ойнай білу керек. Эфирге шыққан кезімде әрине мен қобалжыдым, дірілдедім, бірақ барынша білдірмеуге тырыстым. Және эфирден кейін, шыққаннан кейін көшеде кетіп бара жатып, елдің барлығына мен эфирге шықтым, жаңа ғана мен эфирде республикалық көлемдегі үлкен радиода эфирде осындай құттықтау бағдарламасы жүргіздім деп айқайлағым деп мақтанғым келеді, бірақ ешкімге айта алмайсың ғой. Ішіңнен сондай қуаныш кернеп, керемет күйде студент Ләззат сол кезде кетіп бара жатқан еді. Телевидение пайда болғаннан бері радионың заманы өтті деген. Одан кейін интернет келді өмірімізге, Ол кезде де радионың ғұмыры тоқтайды деген. Бірақ әлі күнге дейін радио тыңдармандар бар, Олардың саны азаймаса, күннен-күнге артып жатыр. Артып жатыр керісінше. Неден деп ойлайсыз? Телевидение мен радио ешқашанда өлмейді. Ғаламтор дамыған сайын, ғаламторда әлеуметтік желілер пайда болған сайын, басқа бір YouTube болсын, басқа бір дүниелер шыққан сайын, бәрібір де телевидение, радио біздің өміріміздің кәдімгідей жарысы, бөлігі. Ол бізден ешқайда кетпейді, өйткені ресми жаңалықтар болсын, басқа бір көркем дүниелердің барлығы бізден шығады. Өйткені біздің тарихымыз бізден басқа кімге керек? Біздің салт дәстүріміз бізден басқа кімге керек? Мысалы, Ресей, не болмаса басқа көрші мемлекеттің бағдарламаларын жүргізетін коммерциялық радиолар, телеарналар, олар ешқашанда біздің салт санамызға, салт дәстүрімізге байланысты ұлттық құндылығымызды насихаттайтын, терме толғауларды, халық әндерін, халық композиторлардың әндерін бермейді ғой, насихаттамайды. Олар жайында айтпайды. Біздің өзіміздің өнеріміз бар, эстрадамыз бар, қалыптасқан. Біздің радиомыз әрқашанда болады, телевидениеде. Ал телевидениедегі ең жақсы жобалар, радиодағы ең жақсы жобалар, олар жаңағы әлеуметтік желіден және ғаламтордан көруге болады. Оны енді ғаламтордың бір жақсы тұсы, мысалы радиода, телевидениеде белгілі бір уақытта бағдарлама өтіп кетті. Оны көре алмайдық, көруге мүмкіндік болған жоқ, уақыт болған жоқ ол кезде мысалы. Ал ғаламтордан кез келген уақытта, мысалы Нұрлан Нұрыш дейсің, не болса Ләззат Ешбекқызы деп тересің, жаңа хабар бірден шыға келеді, және сенің хабарыңды көресің. Және қай бағдарламаны көп тыңдайды дегенге келетін болсақ, әрине музыкалық әдеби хабарлар тыңдалымы көп, жаңалықтарды тыңдайды. Енді әр көрерменнің өзінің, тыңдаушының өз талғамы бар ғой, өзінің сұранысы бар. Бірақ жалпы былай қараған кезде көбіне енді құттықтау бағдарламаларды, құттықтау сағаттарды көп тыңдайды деп ойлаймын. Қандай сұхбаттар, қаралымы көп болады? Көрерменге қызық спикер қатысса, керемет іздеп жүріп таппайтын керемет бір азаматтар, тұлғалар қатысса.
ол эстрада әншісі болсын, ол саясаткер болсын, жұлдыздары. жоқ, мәселе өнер жұлдызында емес, өнер әншілерінде емес, орындаушыларында емес. Кез келген өнер адамы қатысса, оның барлығы рейтингі жоғары деп айта алмаймыз ғой. Ол сұранысқа ие, керемет айтары бар, керемет халыққа қызықты азамат болса, сол кезде қарайды. Бекболат Тілеухан шақыршы, елдің барлығы қарайды. Мысалы, жарайды ол өнер адамы бір жағынан, мемлекет қайраткер болғанмен. Мысалы, Мұхтар Шахановты шақыршы, елдің барлығы қарайды. Бауыржан Байбекті шақыршы, қарайды. Қызық қой, өйткені ол кісілер кез келген жерде сұхбат бере бермейді. Бере бермейді, сол жағынан шығар. Мысалы, басқа бір спортшыларды алайық, Қуат Хамитовті шақыршы, елдің барлығы қарайды. Ел аузында еткен ол адам. Сол сияқты ғой. Ол спикерге байланысты, спикер қызық болса қарайды адам. Романтикалық кездесу, кинотеатрлар, саябақта серуендеу, кешкі ас, классика. Ал сүйіктіңізді таңғалдырып, ерекше естелік сыйлағыңыз келсе, қыш шеберханасында шеберлік сыныпқа бірге барыңыз. Әріптесім қыш ыдыс жасау қалайша романтикалық кешке айналғанын біліп қайтты. Көнеден келе жатқан қол өнері қыш бұйымдарын жасау заманға сай жаңа трендке айналды. Сүйіктісін таң қалдырып, есте қаларлықтай кеш өткізуді көздейтін жандар үшін бұл керемет мүмкіндік. Самое главное то, что мына жерде жұптар бірге жасайды. Олар бір-біріне қолдау көрсетеді. Екі жақтап күш салады. Қыш ыдысты бірігіп істеу өте қызықты әрі тыныштандырады. Мысалы, такси жүргізушісімен сөзге келіп, көңіл күйлері түскен жұптар да келіп жатады. Сосын олар қыш құмыра жасайтын шеңбермен жұмыс істеуге отырады. Міне, сол кезде олардың бар ашуы тарқайды, миы тынығады, бұйым жасауға кіріседі. Шеберхананың тыныш атмосферасы бірге жасаған қыш бұйымы қарым-қатынасты берік ете түседі. Ал өз қолыңыздан ыдыс жасаудан ерекше әсер алсаңыз, жаңа қызығушылық пайда болды дей беріңіз. здесь, мне кажется, больше духовно. Менің ойымша, бұл жерде жағымды атмосферадан бөлек рухани байисың. Потому что приятная атмосфера. Біз Алмаз екеуміз құмыра жасаймыз деп шештік. Оны жасап болған соң, Алмаз маған сыйға тартатындығын айтты. Мне кажется, глина. Байқағаным, балшық қыз баласы сияқты өте нәзік. Сол себепті мұқият әрі сақ болу қажет. Романтикалық кеш кез келген жұптың мәңгілік жадында сақталады. Сол себептен әр кездесуді ерекшелендіріп отыруға кеңес береміз. Сүйіктіңізге жылулық сыйлап, сезімдеріңізді берік етуден жалықпаңыз. Сіздің жұмысыңызға тікелей байланысты ойын ойнасақ, яғни соңғы қонақтарды аламыз, солардың сөйлеген сөздерін біз өзгертеміз дыбыстарын. Сіз табуыңыз керексіз. Кім екен және қандай әңгіме болып жатқанын. Келістік қой? Келістік. Таба алмасам ше? Таба алмасаңыз, жеңілдім ба? Жоқ, жеңілмес, ешқандай ондай талап жоқ, жеңілді, желмейді. Енді көңіл ашар болған. Жақсы, келістік. Қосып көрсек, бірінші записта. Әрине, айта берсем, әңгіме жүйесі ұзап кетеді. Негізгі сауалға көшейін. Енді мынау былтырғы 2019 жылдың соңында мемлекеттік тапсырыспен тағдыр сыйы деген атпен 304 көлемдегі әңгімелер, повестер және әдеби эссейлер жинағым жарық көрді. Бұл кісі енді жазушы. Сізге бір Зира Наурызбаева деген балалар жазушысы. Жоқ, балалар жазушы, бірақ ол кісі емес. Ер адамның дауысына келетін сияқты. Ер адам болса, менің эфиріме сұхбат беруге келген Толымбек Абдраим деген жазушы. Дұрыс таптыңыз, тамаша, дұрыс. Келесі запись. Өзім қазір енемін, келіндерім бар. Сонда енемнің соншалықты парасаттылығына сол кезде таң қаламын. Ол кісі қанша шаршап, жұмыстан да, қызметтен де келіп шаршап тұрса да күлімсіреп ылғи. Енді мен тура сол кісіде болуға тырыстым, мен сондай болып жүрген сияқтымын. Таныс емес па? Сізге бір парасатты болуға тырысқан кім екен? Ене туралы айтып отыр бұл жерде. Тағы да бір рет қойып жүрсек? Өзім қазір енемін, келіндерім бар. Сонда енемнің соншалықты парасаттылығына сол кезде таң қаламын. Ол кісі Бұл кісі Сәкен Сейфуллиннің немере қарындасы. Дұрыс. Әжеміз Асылгүл апай. Рахымжан қызы. Тамаша. Дұрыс таптыңыз жалпы. Келесі.
Ал видеоны узганы дәл қазір Facebook және YouTube'дағы қазақ радиоларының Бұл мен ғой. Өйткені сөз саптауына қарағанда маған ұқсайтын сияқты. Сіздің өзіңіздің ерекше дауысыңыз. Дұрыс таптыңыз, келесі запись. Бір жағынан Олжас Омаровичтің өзі әкемнің бір досы болатын. Таныдым. Бұл күйші, президент оркестрінің солисі Олжас Сүлейменов. Өзі Олжас Сүлейменов жазушының атын әкесінің досы болғаннан кейін батасын беріп өзі қойған екен. Олжас Омарханұлы. Иә, Олжас Сүлейменов өзінің жаңа өкілі әкесі туралы айтып жатыр. Тамаша. Енді соңғысы, бұл 4-ші болды, енді соңғы записті қойсақ. Әлихан Бөкейханов бабамыздың айтып кеткен бір жақсы сөз бар ғой, ел билеу дейді, білімнен емес, мінезден деген дейді. Сенде Әлихан Байменов па? Жоқ. Тағы да бір рет, қысқа ғана запись. Әлихан Бөкейханов бабамыздың айтып кеткен бір жақсы сөз бар ғой, ел билеу дейді, білімнен емес, мінезден деген дейді. Мемлекет қайраткері болып. Мемлекет қайраткері, иә. Сізге бір нәрсе айтайын, бұл кісі бірнеше тілді жетік меңгерген. Өте білімді азамат. Төлеутай Ысқақұлы, Қазақстан Республикасының тұңғыш сыртқы істер министрі Сүлейменов. Жоқ, дұрыс таппадыңыз. Енді бірнеше тіл дегенде нақты айтқанда 7-8 тіл біледі ғой. Болашақ бағдарламасымен оқыған Саясат Нұрбек. Дұрыс аттыңыз, тамаша. Жұлдыз жорамал, балықтарға меруерт, сұйқылғыштарға аспан тас, ал отты тоқтыларға алмас тастары сәттілік әкеледі дейді. Тілшіміз әзірлеген материалдардан зодиак белгісіне сәйкес қандай тастар тұмар бола алатынын және оларды қалай таңдау керектігін білеміз. Ежелден бері адамзаттың табиғатпен және тастармен байланысы бар екені белгілі. Тасты дұрыс таңдай білсеңіз, кей аурулардың алдын алып емделуге де болады. Асыл тастардың түрлері және олардың пайдасы туралы жеке тоқталуды жөн көрдік. Мынау яшма деген тас ол жаман кісіден қорқайды, жамандықтан қорғайды, емі өте күшті. Мынау агат деген тас ол бәріне келеді, бәрін емдейді, көмектеседі. Адам бірдемеден қорқса, оны қорқышын алып қояды. Сонда адам уже көп жамандық ойламайды, алға барады. Мынау тас, мына екеуі сердолик. Мынаны мұсылман тас дейді. Осы тас әйелдер ауырса, оны қорғайды, жүрегін емдейді, жүрегін, давление болса, оны түсіреді. Бәрі жұлдыз жорамалдарына арналған тастар: сердолик, агат, обсидиан, карниол, хризопрас, аметист, яшма деген өте күшті, малахит, бирюза. Тағы тастар бар, бірақ көп олар. Аметист тасы тоқтыларға, таразы мен бикештерге, су құйғыштарға, сары шаяндар, мергендер мен егіздерге және тауешкілерге жақсы әсер етеді. Күлгін түсті кварц тасы балықтар, шаяндар, арыстандар мен торпақтарға денсаулық пен махаббат әкеледі. Ал фэн-шуй ілімінде теріс энергияны бейтараптандыру және жағымды энергияны арттыру үшін табиғи тастарды арнайы құралмен тексеріп алады. Әрбір адамның сезімі әртүрлі. Біреуі білетіне керек келгенде, біреуі білмейді. Сонда мен айтам, осы браслеттің қайсы ұнайды, соны жерге қойыңыз, сосын маятник алып, энергетикасына қарап, табам ол тасты. Тастар адамның қуатын толықтырушы ғана емес, оны қорғаушы да. Көптеген асыл тастар сыртқы ортамен шағылысқанда жаңа резонансты толқынды биоөріс туғызады. Бұл адам энергиясын қалыпқа келтіруге әсер етеді. Кейбір тастар бір-бірімен энергия алмасатын қасиетке ие. Сондықтан күнде әртүрлі тас тақсаңыз, күш қуатыңыз артып, жаман энергиядан қорғану қабілетіңіз арта түседі.
әлемнің бірнеше елінде болдыңыз, иә? Яғни тәжірибе алмасу мақсатында, иә? Иә. Осы туралы айтып берсеңіз, және біздің елдегі радионы мен және сол елдегі радионы салыстырмалы түрде. Журналистика және саясаттану факультетінің түлегімін. Бұл менің екінші жоғары білімім, дипломым. Сол оқу барысында біз Еуропадағы Чехияда болдық және Прагадағы Барандов телевидениесінде, радиосында тәжірибеден, тағылымдамадан өткен едім. Барандов телевидениесі жалпы кеңес одағы кезінде «Три орешки для Золушки» деген керемет бір киноларды бізге телеарналардан ұсынатын еді. Бала кезде соны көріп өстік қой. Және бізге сол үлкен бір ғимаратты, сол бір керемет мекемелерді көру арман болды. Сол жақта Богем университетінің журналистика факультетінде біраз оқыдық және Прагадағы бірнеше телевидениеде, радиода болдық. Жалпы ол жақтағы радиолардың бізден айырмашылығы неде десеңіз, бізде мысалы оларда әр жексенбі сайын елдерінің Чехияның президенті тікелей эфирге келіп, белгілі бір уақытта сағат кешкі 8-ден 9-ға дейін бір сағат бүкіл елден хабарласқан тыңдармандардың сұрақтарына емін-еркін байланыс орнатып, кері байланыс орнатып, сұхбатқа келеді екен, жауап береді екен. Бізде ондай мүмкіндік жоқ қой, оларда бар. Бірақ бізде тікелей эфирде, мысалы, бізге де керемет қонақтар келіп жатады шаңыраққа, және ол белгілі мемлекет және қоғам қайраткерлері болсын, өнер адамдар болсын, зиялы қауым өкілдері, жастар болсын, жалпы талантты жандар болсын, барлығымен біз әрқашанда енді тікелей байланыс орнатып, бізде тікелей эфирде сұхбаттарды ұсынамыз. Енді радиода, телеарна сияқты бірнеше жанрлар бар, өзің білесің. Ақпараттық танымды, қоғамдық саяси, музыкалық, әдеби дегенде таңғы сазды, сол сияқты сұхбаттарды әрине бізде де бар. Жалпы біздің еліміздегі телевидение, радио, басқа мемлекеттегі радиолардан, телеарналардан еш кем емес. Қазіргі біздің Астанамыз, Нұр-Сұлтан қаласындағы ғимаратымыз, Қазмедиа орталығы тіпті соңғы талаптарға сай өте керемет деуге болады. Бұрындары біз эксклюзив материал жасау үшін жұлдызды эфирге шақырып, сол жерде бәрін сұрап алушы едік. Белгілі әншілер немесе актерлар деген сияқты. Қазір ол кісілер не істейді? Әлеуметтік желі дамыған сайын сториға жазады да, мен бүгін жаңа әнім шықты немесе мына кино түсіп жатырмын деп эксклюзивтің бәрін сол жаққа жібереді. Сіздер онымен қалай күресесіздер? Аудиторияны тарту үшін, немесе тыңдармандар болу үшін? Біздің әрқашанда өзіміздің өз тыңдарманымыз бар, себебі тұрақты тыңдармандар. Өйткені біздің өзіміздің бай алтын қорымыз бар, иә. Біз өзіміздің халық әндерімізді, халық термелерімізді, толғауларымызды, жақсы бір дүниелерді насихаттайтын, ақпараттық сазды, көркемдік, бір әдеби жақсы бір дүниелердің барлығын бәрібір де ресми телеарналардан, радиолардан беріледі. Сол себепті әрине әрқашанда өзінің орны бөлек. Ал коммерциялық радиолар ол бөлек. Ал жаңағы әлеуметтік желідегі тікелей эфирден өткізетін жаңағы эстрададағы танымал әншілер болсын, спорттағы мысалы танымал спортшыларымыз болсын, әрине өздерінің жаңалықтарын бірден әлеуметтік желі арқылы, тікелей эфир арқылы өздері таратады. Бірақ дегенмен ресми мысалы телевидение, радиодан жаңалықты тыңдайтын көрермен, радио тыңдаушылар әлдеқайда көп. Барлық көрермен, барлық радио тыңдаушылар әлеуметтік желіге көшіп кетті деп айтуға болмайды. Әлеуметтік желіде көбіне оның белгілі бір жас айырмашылығы бар ғой, жастар отырады дегенде орта жастағы көз ашық көкірек ояу бір үнемі сол қалт жібермейтін жаңалықтарды қарап отыратын жандар болмаса, үлкен кісілер мысалы әлеуметтік желіден көз алмайды деуге мен сенбеймін. Өйткені олар үнемі көлікте тыңдайды мысалы радионы, телевидениеден көреді, кәдімгідей қалыпты жағдай. Әлеуметтік желілерде, YouTube желісінде. Радионы қосып қояды, былай да тыңдайды. Мысалы біз онлайн, бізді радионы, телеарнаны қалай көреді? Онлайн сол сияқты радионда қазір онлайн тыңдауға болады. Кез келген жер бетінде, кез келген мемлекетте отырып, мысалы мемлекеттің басты радиоларын тыңдауға болады. Меніңше осыдан 5-6 жыл бұрын мынандай үрдіс пайда болды, яғни кәдімгі радио эфир барысында YouTube-қа салу үшін, кәдімгі түсіріп отырады операторлар, ол аудиторияны тарту үшін ғой? Әрине, қазіргі кезде конвергентті журналистика дейміз, соңғы жылдары конвергентті журналистика деген журфакта сабақ бар ғой, өзің ол дәрісті оқыдың, білесің. Жалпы конвергентті журналистика, журналист дегеніміз кім? Ол бірден бір мезетте жаңалықты видеоға да түсіріп, бірден ақпаратты қысқаша мәтінмен жазып, тезис жүзінде жазып, бірден көрерменге тарататын, видеосын, аудиосын бірден жеткізетін жан-жақты әмбебап журналист. Сол сияқты радиода қазіргі конвергентті
журналистикаға бірінші көшкендердің бір деуге болады. Өйткені бізде бірден әлеуметтік желіде жаңағы Instagram болсын, Facebook болсын тікелей эфир қосыла бастады. Бірден көрерменмен, радио тыңдаушымен біз байланыс орнаттық, кері байланыс. Одан кейін бірнеше студияда камера пайда болды, және келген қонақты кәдімгідей осылай видео арқылы көріп отырады. Бір мезетте көрермендердің саны көбейді ма? Көбейді. Әлеуметтік желіден қарап отырады. Көрермендердің жасы әлдеқайда жасарды деуге болады. Мысалы, көлікте тыңдайды, үйде әжелеріміз әдеттегідей дәстүрлі түрде радиодан тыңдайды, сонымен қатар ғаламтордан тыңдайды. Елін сағынған қазақтар, жер жүзіндегі бүкіл қазақтар мысалы тыңдайды. Одан кейін жаңағы әлеуметтік желіден үнемі қарап отырады деуге болады. Тамаша. Бір қызықты оқиғамен бөліссеңіз. Ондай жағдайлар болады. Енді тікелей эфир болғаннан кейін, жалпы тікелей эфир ол бір үнемі қайталанатын бір цейтнот сияқты. Ол тікелей эфир, ол бір ерекше сезім, ерекше бір сезім сыйлайды, ол бір әрине қобалжисың. Әрине әр қонақты жан-жақты ашуға тырысасың. Бағдарлама жүргізіп отқанда, мысалы, әуенмен әрлеп қосып отқан дыбыс оператордың есімін ұмытып қалған жағдай болған. Мысалы, жаңадан келген кісі, оның есімін әлі жаттап үлгерген жоқпын. Автоматты түрде айтып отырып, мысалы, бағдарламаны жүргізген Ләззат Тиышбекқызы, дыбыс режиссеріміз, мысалы, Нұрлан Рамазанұлы деп өтірік соғып жүрген кезім болды. Ол жігіттің аты мүлдем басқаша, мысалы, Ербол Сағатұлы дегендей. Көрерменіміз келген кезде, мысалы, тыңдаушымыз, спикеріміз келген кезде студияда сұхбат бере отырып, қобалжып, бағдарламаның басында айтам деген дүниелерін эфир басталмай тұрып маған айтып, студияда сұхбат барысында көрерменге ең басты дүниелерді, маңызды дүниелерді айтудың орнына ұмытып қалып қобалжыған кездер болды. Мысалы, белгілі бір халық әртісі апайымыз эфирге келген кезде сұхбат арасында мен оған бірнеше сұрақ қойдым. Сұрақ қойған кезде оған сұрақ ұнамай қалғаннан кейін былай отырып жауап бермеген кезі болды. Не істейсің? Ол кезде не істейсің? Бірден жақсы бұл сұрақтың жауабын кейін әннен кейін еститін боламыз деп, бірден ол адам тікелей эфирді жүргізгеннен кейін жүргізуші тапқыр болу керек. Жылдам ойлау қабілеті болу керек. Сөз саптауына мән беру керек. Материалды дайындау керек. Келетін спикерді кәдімгідей зерттеу керек. Бәріне дайын болу керек. Бірақ тікелей эфирдің бір ғажабы ол өтті кетті. Абай болу керек. Сол себептен керемет дайындықты талап етеді. Өйткені әр сөз ол атылған оқпен тең. Әр сөзге мұқият болу керек. Керемет дайындықты талап етеді, жаңа айтып өткеніне. Ол цейтнот, қайталанбайды. Қазір күйзеліске түсуге себеп көп. Күнделікті қарбалас өмірмен туындайтын мәселелер және басқа да факторлар эмоционалды күйінуге алып келеді. Ол не? Онымен қалай күресуге болады? Толығырақ әріптесіміз әзірлеген келесі сюжеттен білейік. Ұйқысыздық, шаршау, жұмысқа немесе өмірге деген қызығушылықтың түсуі. Дәрігерлер мұндай күйді эмоционалды күйіну синдромы деп атайды. Тіптен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы эмоционалды күйінішті 2022 жылдан бастап халықаралық аурулар санатына ауыстырма қойды. Мен кондитер болып жұмыс жасадым. Ол мен негізгі жақсы көретін ісім, бірақ сол жұмысқа тұрғалы бері күніне 10 сағат істеп жүрдім. Аяғым кешке қарай ауырып, сосын эмоционалдық күйіну болды менде. Бірақ маған маңызды болғаны жақындарымнан естуге. Олар ауыстыра бер дегенді естігім келді, соны күтіп жүрдім мен. Күніге осылай жүрдім, күйеуіме айтып, істегім келмейді, ол соңында істемесең істемей-ақ қой деп. Содан кейін уже өзім іштей ура дедім, сосын шықтым. Басқа жұмыс іздей бастадым. Күнделікті қайталана беретін іс-әрекет сізді жалықтырып қана қоймай, шаршауға алып келеді. Оның арты стресске, одан соң депрессияға ұшыратады. Алайда эмоционалды күйінішті ойдан шығарылған деп есептейтіндердің де қатары аз емес. Я думаю, что люди сами. Менің ойымша, адамдар, әсіресе жастар, өздері мәжбүрлейді. Себебі олар Корей сериалдарын, Инстаграмда блогерлерді қарайды. Барлығы жалқаулықтан болады. Қайта бір нәрсе жасауға талпыну керек. Мысалға, кітап оқуға. Қазір ақпарат толассыз жаңаруда, әсіресе ғаламтор желілерінде. Мүмкін блогерлерді де қарап қажет емес, олардың өз өмірі бар.
Алайда жаңалықтардың әсері жоқ деп ойлаймын. Өйткені 90-шы жылдардан бері жаңалықты жібермей көретін адамдарды білемін. Эмоционалды күйіну синдромына қазіргі толассыз ақпараттың көптігі де әсер етеді дейді мамандар. Өйткені жағымсыз ақпарат сіздің көңіл күйіңізді түсіріп, жұмысқа деген белсенділігіңізді төмендетеді. Мұндай жағдайда көңіліңізді қызықты іске аударыңыз. Эмоционалды күйудің алдын алу үшін біріншіден өзіңіздің өміріңізді қызықтыру керек, өзіңізге кішкентай ғана сыйлықтар жасау керек, өзіңізге ұнайтын адамдармен қарым-қатынасқа түсу керек. Екіншіден, міндетті түрде денеңізге бір жаттығуларды беріп тұру керек. Неліктен? Себебі эмоциялар олар біздің денемізде тұрады. Эмоциялар бізде сырттан келмейді. Эмоционалды күйіну эмоцияны уақытында көрсетпеуінен туындайды. Статистика бойынша 25% адамның өмірінде кемінде бір рет кездеседі. Сондықтан қуанышты, ашуды және басқа да эмоцияларды дұрыс көрсетіп үйреніңіз. Жақындарыңызбен жиі сөйлесіп тұрыңыз. Спортпен көбірек шұғылданыңыз. Нәтижесінде жағымсыз сәттерді тез жеңе алатын боласыз. Қазіргі таңда сахна тілі, дикция, яғни дауыс қою сияқты тағысын тағы осы сабақ бересіз, дәріс оқисыз. Сахна тілі, тіл техникасы, ораторлық шеберлік көбіне. Қазір енді бізді көріп отқан жас мамандар болсын, енді ғана университет табалдырығын аттап жатқан мамандар болсын, осыларға бір кішігірім лайфхак жасап жіберсек, иә? Артикуляциялық жаттығулар, сахна тілінде көбіне аппарат дейді. Аппарат жаңағы әр әріпті анық айта білу керек. Бізде, мысалы, бізге дәріс берген белгілі дикторымыз Сауық Жақанова апайымыз, ұстазымыз, Шынар Азайқызы Берсүгірова, сол апайларымыз айтатын еді, әр әріпті қисайтпай сөйлеңдер деп, әр әріпті жеп қоймаңдар деп, бір әріп түсіп қалмасын деп, сол сияқты. Әр сөйлемнің өзінің бір үтір нүктесі бар, басты, астын сызып айтатын бір сөздер болады сөйлемде. Оның барлығына жету үшін әр бағдарламаның өзінің жанры бар. Мысалы, таңғы бағдарламаны көтеріңкі көңіл күйде мүлде басқа тембрмен, басқа көңіл күйде жүргізесің. Жаңалықтарды басқаша бағытта жүргізесің. Ал кешкі ойын-сауық хабарлар мүлдем басқаша, әдеби музыкалық бағдарламалар басқаша сияқты, қоғамдық саяси хабарлар да әртүрлі. Енді әр жанрдың өзінің оқу тәсілі бар. Сол сияқты, мысалы, телеарнада да, радиода да бағдарлама жүргізген кезде, мысалы, бізде телерадиомыздың еліміздегі осы отандық ардагеріміз Әбдірәлі Бөлебайда үнемі айтады, ешқашанда бұлай жайғасып, жайбарақат сен жаңалықтарды жүргізе алмайсың дейді. Сен орындықтың шетінде міндетті түрде отыруың керек, сен жинақы болуың керек. Дауысың ол аспап қой, ол аспапта ойнай білу керек. Ол аспапта дұрыс ойнай білу керек, дауысты ояту керек. Біздің дауысымыз, мысалы, біз оянғаннан кейін 3 сағаттан кейін оянады екен. Және ол дауысты оята білу керек. Артикуляциялық жаттығулар арқылы ауыз қуысымен жұмыс істеу керек. Әр әріпті, мысалы, бетіміздегі бұлшық еттің бәрін жұмсарту керек. Оған арнайы жаттығулар бар. Қандай жаттығу көрсетсем екен қазір? Бір жеңіл түрде болса, қысқа ғана, көрермендерге түсінікті болсын, бізді көріп отырған жас мамандар болса, радиоға қызығатын, радиода жұмыс істегісі келетін. Жалпы телевидение, радиоға келем десе, егер де болашақта дубляжға келем десе, актер болам десе, жалпы артикуляциялық жаттығулар жасағанда біз енді ең бірінші демалудан бастаймыз. Ең бірінші дұрыс демалуды үйренуіміз керек. Деп демді шығарамыз, деп тыныс аламыз. Деп ішіміздегі бүкіл демді шығарамыз, деп демді аламыз. Дұрыс демалуды қайдан білеміз? Біздің иығымыз көтерілмеу керек. Демалған кезде иығымыз көтерілсе, онда біз дұрыс істеп жатқан жоқпыз. Дауыс сөйлеген кезде кеудемен сөйлемеу керек, дауысымыз іштен шығу керек. Деп мына жерден ғана сөйлемеу керек, жоғары дауыспен. Төменгі дауыспен сөйлеуге тырысу керек. Одан кейін әр әріпті анық айтуға тырысу керек. Және артикуляциялық жаттығулар ауыз қуысына байланысты. Әр әріпті анық айту үшін қажет. Енді үзіп айтуға болмайды қазір енді. Ең оңайын не көрсетсем екен? Деген әріпке дауысымызды оятамыз. Мысалы, таңғы біздің дауысымыз 3 сағаттан кейін оянады ғой. Микрофонды ұрып жүрмейін. Қайталаймыз, Нұрлан?
және даусымыз жоғарыға кетпеу керек, деп кетпеу керек, төменгі дауысты, төменгі тембрді регистрді шығару керек. Сосын даусымыз іштен шығу керек. Мысалы, деп жоғары жақпен емес, алыстан, ішімізден дауыс шығу керек. Қараш, деген мүлден басқаша естіледі, деген басқаша естіледі. Ішпен айту керек, ішпен дауыс бізден іштен шығу керек. Әр әріпті анық айту керек. Б деген әріпке байланысты. Енді сенде маникюр жоқ, сен қыз емессің ғой. Кәне қайталаймыз. Б деген әріпті айтып тұрасың, бірақ былай жасайсың. Мұрнның астынан ұрып тұрамыз, ернің үстінен. Енді былай. Б деген әріпке болды. Қызықты екен, жаттығулар? Жаттығулар өте көп. Кез келген актер, кез келген диктор, кез келген әнші, жалпы бұл жаттығуларды біледі. Бұл жаттығулар болғанда енді қазір үзіп аннан көрсетіп жатырмыз, бірақ негізі арнайы дәрістер өтеді. Тегін дәрістерді үнемі ұсынып жатамыз. Сол дәрістерге қатысып, адам өзін-өзі шыңдаймын десе үйренуге болады. Мен тіл техникасынан жалпы ораторлық шеберліктен дәріс берем деген ойда болған жоқ, бірақ өзім өнер академиясының түлегі болғаннан кейін Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының түлегімін. Одан кейін журналистиканы жаңа айттым ғой, Еуразия ұлттық университетінің журналистика және саясаттану факультетінде оқыдым деп. Және көп жылдық енді дикторлық тәжірибем бар, телевидениеде, оның ішінде радионың өзінде де бір 15 жылға жуық жұмыс істеп келе жатырмын. Тәжірибемен келеді көп дүние. Қаншама студенттер келеді, тәжірибеден өтеді. Сонымен қатар әлеуметтік желі болсын, байланыс орнатасың ғой, хабарласатын тыңдаушылар, хабарласатын көрермендер, басқа да бір мекемелерден хабарласып жатады. Ұсыныстарын айтады. Мысалы, бізге осындай дәріс берсеңіз, әлеуметтік тақырыпта осындай жобаларымыз бар еді, халыққа пайдасы тиетін тегін дәрістер, әрине сізге біз гонорар төлейміз, бірақ халыққа, жастарды оның ішінде оқытуға, дамытуға, осындай бір жақсы бір дәрістерге көмегіңіз тисе деп, сондай ұсыныстар болды. Одан кейін қолға алдық. Бірнеше жыл болды. Жыл сайын сөйлеу тілінде мүкісі бар балалар көбейіп келеді. Бұл жағдай соңғы 15 жылда шиеленісе түсті. Оның бір себебі ата-әженің ертегілері мен әңгімелерін YouTube пен планшет алмастырды. Бала алданады, ал ата-ана өз ісімен айналыса береді. Ыңғайлы емес пе? Алайда ғалымдардың пікірінше бала 3 жасқа дейін гаджеттер мен теледидарды көп көрсе, оның танымдық функциялары мен қажетті нейрондық байланыстары дұрыс қалыптаспайды. Олай болса, не істемек керек? Балалармен әр нәрсені өз атымен атап, таза сөйлесу керек. Мысалға, ням-ням жейміз дегенде жүр, тамақ ішеміз. Ал келе ғой сені әуіптемін дегенде, келе ғой сені көтерейін деп айту керек. Сөздерді қысқартпай, өзгертулерсіз айту балаларыңыздың тезірек тілі шығып, таза сөйлеуіне көмектеседі. Одан бөлек бірігіп ертегілер, әңгімелер, өлеңдер оқыңыз. Уақыттың басым бөлігін бірге өткізуге тырысыңыз. Людмила Егер, болашақ балалар оқу орталығының кәсіби логопеді. Бұл орталықта 7 жоғары білікті маман 30-дан астам балаға білім береді. Орталықтың негізін қалаған көп балалы аналар Ұлпан Рымбаева мен Айнұр Сүгірбаева. Құрбылардың айтуынша, орталық ашудағы басты мақсат әртүрлі жастағы балаларға сапалы білім беріп, қабілетін ашу. Біздің балаларымыз көптеген оқу орталықтарына сабақтан тыс белсенді қатысамыз сондай жерлерге. Сосын енді ойлана отырып, осындай оқу орталықты неге өзімізге ашпасқа деп мұғалімдардың, білікті мұғалімдарды орталығымызға шақырып, біздің басты бағытымыз қазіргі таңда сол көп балалы аналарды қолдасақ дейміз. Өйткені біз өзімізді көп балалы анамыз. Әртүрлі санаттағы отбасыларға жеңілдіктер қарастырылған. Олардың қатарында көп балалы және толық емес отбасылар, мүмкіндігі шектеулі балалар бар. Оқу орталығында негізгі пәндер бойынша қосымша білім алып, жаңа оқыту әдістемелері бойынша тілдерді меңгере алады. Балаларды Назарбаев зияткерлік мектебіне ұлттық бірыңғай тестілеуге, мемлекеттік емтихандарға дайындайды. Логиканы дамыту сабақтары, шахмат пен сурет үйірмелері де бар. Ұлым 8 жаста шахмат үйірмесіне келіп жүр. Қызым 12 жасында сурет салу үйірмесіне келіп жүр. Бастапқысы осы, әлі де ағылшын логика сабақтарына берем деп ойланып жатырмын. Балапандарым болашақта биік шыңдардан көрінеді деп үміттенемін.
Қазіргі заманда жұмыстың көптігінен ата-аналар балаларына көңіл бөле алмайды. Мұндай жағдайда болашақ білім беру орталығындағы педагогтар, тәрбиешілер, логопедтер және басқа да білім беру мамандары көмекке келеді. Ұялы телефон келетін болсақ, ол біздің күнделікті досымыз да, көмекшіміз да болып кетті. Ұялы телефонсыз өмірді елестету мүмкін емес. Жалпы қалай сіз ұялы телефонға қаншалық тәуелдісіз? Тәуелді емеспін, бірақ жұмыс бабымен елдің барлығы таңнан кешке дейін телефон арқылы іздеп жазады, хабарласады. Сол себепті әрине ұялы телефон үнемі жанымда. Бірақ мен тәуелді емеспін. Ұялы телефонсыз өмір сүре аламын. Студияда арнайы телефон бар. Ол телефон нөміріне тұрақты тыңдаушылар жатқа білет. Бірден өздерінің сұрақтарын жазып жатады. Не болмаса құттықтау бағдарламасы болса, өздерінің әдемі тілектерін жазып жатады. Әрине бүкіл Қазақстаннан келген тілектердің барлығы, хаттарының барлығы, құттықтау хаттар керемет деп айта алмаймын. Әдемі тілек жазатын керемет апаларымыз болады, тыңдаушыларымыз болады. Ал кейде ашық аспан, сол бір стандарт. Жаттанды бір-екі сөйлемді айналдырып жазады. Не болмаса тілекті өзіңіз жаза салыңызшы дейтін кездер болады. Әрине өз жадымнан тілек қосып, оны әдемі, олар үшін енді ол мерейлі күн ғой, мерекелі күн ғой, шаңырақта тыңдап жатыр. Сол себепті оны мен түсінемін, үлкен жауапкершілікпен қараймын және әрине әрқайсының есіміне ерекше тоқталып, әдемі тілекті өз жадымнан қосып, жақсы бір не айтуға тырысамын. Өзіңіздің ерекше даусыңызбен жариялап тұрасыз. Менің даусым негізі көңіл күйге байланысты, әр адам даусы сияқты өзгеріп тұрады. Және әрине микрофонның құдіреті ғой, микрофонда мүлдем басқаша естіледі даусым. Осы орайда біз келесі сюжетке берсек, біздің тілшіміз бір күн бойы ұялы телефоннан бас тартып, эксперимент жасап көрген болатын. Шыдай алды ма, шыдай алмады ма? Оны келесі сюжетке кезек берейік. Тамаша. Қайырлы таң достар, арнайы таңғы фреш бағдарламасы үшін телефонсыз бір күн экспериментін жасамақшымын. Олай болса, кешке көріскенше. Эксперименттің алғашқы сағатындағы телефонымның жоқтығы қатты білінді. Әдетте жұмысқа бару үшін таксиді телефондағы қосымша арқылы шақырсам, бүгін такси ұстайтын жолға дейін 10 минуттай жүруге тура келеді. Көп ұзамай көлікте тоқтады. Сол мезетте қолма-қол ақшамның жоқ екені есіме сарт ете түсті. Банкомат іздеп тағы 2 көше жаяу жүру керек. Уақыт болса өтіп жатыр. Жұмысқа кешігетін түрім бар. Әрине, телефонсыз өмірдің өз артықшылықтары бар. Бос уақытты тиімді пайдалану, ойдың сан-саққа жүгірмеуі, көңілді аулайтын сақ тектің болмауы. Десек те, бүгінгі цифрландыру заманында күнделікті қажетті істерді жүзеге асыру қиындап кетеді екен. Жарты жұмыс күні ойдағыдай жеңіл әрі жылдам өте шықты. Жұмыс істеу өнімділігім айтарлықтай артып, интернеттегі жаңалықтар мен толассыз хабарламалардың азайғаны бірден сезілді. Тек түстен кейін телефонсыз өмірдің қызығы басталғандай. Қайда қарамасам да гаджеттерін құшақтаған әріптестерімді көрем. Бірі байланыс құралы ретінде пайдаланса, бірі әлеуметтік желіні ақтарып әлек. Дана, неге ВКонтактен ашып кеткенсің? Телефонсыз былай қиын болады деп ойлаған жоқ. Әлеуметтік желіні айтпағанда, тіпті жұмыс барысымен ешкімге хабарласа алмаймын, ешкіммен келіссөз жүргізе алмаймын. Берілген тапсырмалардан да бейхабармын. Шынымды айтсам, жұмыс күннің аяқталғанын тағатсыздана күттім. Жақындарымнан түскен қоңыраулар мен түрлі хабарламаларға жауап беруге асықпын. Үйге келіп, әйтеуір телефонға қолым жетті. Енді бұл экспериментті қайталамаспын. Зат ханым, енді сіз қандай кітаптар оқисыз? Соңғы оқыған кітабыңыз есіңізде ма? Қазір мысалы электрондық құрылғылар пайда болды деп жатырмыз ғой. Оқып жатырмын.
кітапханаға үнемі барып тұрамын. Жалпы кітапты мен парақтап оқығанды жақсы көремін. Бірақ аудио кітаптарда ұнайды маған. Әрине аудио кітапқа байланысты көптеген пікірлерді естіп жатамыз. Ол біреудің белгілі біреудің дауысы, әрине ол дауыс арқылы сен басқаша қабылдайсың, өзіңнің оқығаныңа жетпейді деп. Бірақ кейде болады, уақытың жоқ, бірақ сен ол кітапты оқуың керек. Аудио кітаптарды мен үнемі әр кеш сайын қосып қоямын да тыңдап жатамын. Ал кітапты парақтап оқығанды ұнатамын. Абонементке, кітапханаға барамын, өзімнің жеке кітапханам бар, кітаптарды жинағанды жақсы көремін. Соңғы оқыған кітабым, мен қазір бірнеше поэзия жинақтарын оқып жатырмын. Өйткені эфирге қажет, оның барлығы әдеби музыкалық бағдарламаларға қажет. Шәкәрімнің, Күлбұрайдың өлеңдерін оқыдым. Одан кейін жақында ғана Кемел Тоқаевтың Таудағы жаңғырық деген повесін оқыдым. Жалпы ол кісінің жинағын бірнеше жинағын алып едім. Әңгімелері көп екен, барлығы детектив бағытында, өте қызықты. Кәдімгідей киноға сұранып тұрғандай, ұнады маған. Одан кейін біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың әке туралы толғауын оқыдым. Өте әсер етті. Өйткені ол кісінің әкесі Ұлы Отан соғысында туған балалар ғой, енді сол 44-45 жылдары. Сол жылдарды көз алдыңа елестетеді, әр нәрсенің қадірін білуге үйретеді. Менің әкем де 44 жылы туды, анам 45 жылы туды. Ол кісілерде Ұлы Отан соғысында туған балалар, сол кісілердің балалық шағын көз алдыма елестеткендей болды. Осы тұрғызда біз келесі сюжетке берейік. Классика әлде бестселлер, қағаз басылымы немесе электронды кітап, үйде оқу ма әлде кітапханада ма? Әріптесім кітапқұмар адамдармен кездесіп, олардың талғамымен танысып қайтқан болатын. Назар аударайық. Уақытын үнемдеп аудио не электронды кітапты құп көрушілер көбеюде. Әрине, оған себеп смартфон, планшет пен ноутбуктардың ыңғайлылығы. Соған қарамастан, Руслан Кабазиев 2000-нан астам кітап жинап, коллекциялық кітапханасын ашты. Потихоньку люди приносят. Адамдар сатып алыңыз, ақысыз алыңыз, әйтпесе біз оларды тастаймыз, немесе пешке жағып жібереміз деп кітаптарына келіп жатады. Мұндай құнды кітапты қалайша пешке жағасыздар деймін. Осылайша бірте-бірте кітапханам толығып келеді. Оқырмандар көбінесе классика, фантастика жанрларындағы романдарды алады. Кітапханам үлкен болмағандықтан жазып алмаймын, тегін оқуға беремін. Кей деректерде кітапханалар кітаптан бұрын пайда болғандығын сөз етеді. Адамдар қажет ақпаратты қыш тақташаларға жазып, кітапханаларында сақтағандығын дәлел ретінде көрсетеді. Ал бүгін еліміздің ұлттық академиялық кітапханасының қорында 770 мыңнан астам кітап бар. Мынау кітапханаларға келіп адамдардың кітап оқып білімін сусындандыруы мәңгілік деп ойлаймын. Және де электронды кітаптарға қарағанда тірі кітапты оқу ол өте бір адамға кітапты сезініп оқи алатындай сезім білдіреді. Кітап оқыған соң оны талқылау маңызды. Бұл алған әсер мен мәліметпен бөлісу оң эмоция әрі көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Ой өрісін кеңейтіп, тұлғалық дамуға әкеледі. Спарт әдеби клубы 2014 жылы негізі қаланды, бірақ көптеп адам келуі басталды 2017-ден басталды. Ең көп адам келу бізде 80 адам келді. Әр адам кітап оқиды. Енді оны біреумен талқылап бөліскісі келеді. Енді бір адам жүрген кезде онша болмайды. Енді бәрін басын қосып бір жерде сол әдеби клуб пайда болды. Бұл клуб тек қана кітап оқу емес, енді кітап талқылау. Және сол адамның қатынасы туралы танысу, бөлісу деген сияқты. Қазір жастар кітапханаға барады деп айта аламын. Біз Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігінің кітапханалары жүйесімен бірігіп кітап алмасуды ұйымдастырдық. Классика, тарихи, детектив, шытырман оқиғалы, сондай-ақ аудио не электронды кітаптар үйде не кітапханада оқу әркімнің таңдауы. Не болса да көңіліңіз қалағанды таңдап, кітапқа деген құштарлығыңыз ұлғая түссін. Енді Ләззат ханым, маған бір қызық дүние бар да, кәдімгі мысалы WhatsApp желісінде біз біреуге аудио жіберген кезде дауысымыз өзіміз тыңдасақ, басқаша болып шығады. Ол неден? Адам өзінің дауысын
біз даусымызды іштен естиміз ғой, иә? Сырттан қалай естілетінін біз білмейміз. Басқа адамдар біздің даусымызды қалай естейтінін, қалай бізді сырт келбетіміз қалай қабылдайтынын білмейді. Сол үшін адам өзін өзі зерттеу керек. Телефонды аламыз, диктофонды аламыз, өзіміздің даусымызды жаңылтпаш оқып, жазып көреміз, тыңдаймыз. Не болмаса видеоға түсіріп өзімізді. Кейін қараймыз, сыртымыздан қалай, мысалы, бақылап, даусымыз қалай естіледі екен, басқа адамдар менің даусымды қалай естиді екен. Жалпы, мысалы, мен өзімнен мынандай бір қызықты дүниені байқадым. Сұхбат барысында сұхбат ала отырып, енді білмейсің ғой, сұхбат алып отқан кезде өзіңнің спикерің өте қызықты бір дүние айтып жатқан кезде сен мұқият оны тыңдап отырсың. Сырт көзге мен өзімді іштей кәдімгідей бұлай мұқият қарап отырмын деп ойлаймын. Бірақ ана видеоны сұхбаттан кейін бағдарламаны ютубтан қараған кезде менің түрім бұлай екен. Келген қонағыма бұлай қарап отыр екен. Жақтырмай отқан сияқты, іштей мен сол сәтте мұқият қарап отырдым деп ойладым. Бірақ мен өзімнің сырт көзге қалай көрінетінді нақты білмеймін. Сол сияқты өзімнің даусым қалай естілетінін де білмеймін. Ал бағдарламалардан жаңағы микрофонның құдіреті дейміз ғой, микрофон таспаға жазылған кезде даусымыз мүлдем басқаша естіледі деп өзімізді үнемі тыңдап зерттеп отыруымыз керек. Жалпы өзіміздің қателіктерімізді үнемі жөндеуге тырысуымыз керек қой. Жақсы. Біздің шақыруымыз қабыл болғаныңыз үшін сізге рахмет айтамыз. Шығармашылық табыстар тілейміз және осындай ерекше үніңізбен көрермендердің, тыңдармандардың жүрегінен орын тауып жүре беріңіз. Сыртқа шықшы қайтадан. Ана папканы қарашы, ең бірінші папканы, иә. Жоқ, астындағысын. Сонымен? Ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Жеткен жерің осы ма? Маған айтып тұрсың ба? Енді кімге? Неге мен бірден? Неге сен? Құрмет, сен тұрдың ба ол камерада? Жоқ, мен камера емес, ол Қайсардікі. Шешімін қазір табатын ол, түсінікті ма? Шешін деді ма? Шешімін тап дейді. Шешін енді. Басқа папканы ашып көрші. Жүр кеттік, шешінеміз енді. Жиналымыз, жүр. Кружкың қайда мен? Жүр. Мен байқаусызда камераны қосып қоямын да. Бұл жерде дәл сол видео. Бүкіл мадақты өзіме алайын ба? Әлде операторлық топты құтқарайын ба? Келгендер, мен не істеймін сол? Басеке, менің ойымша барлығын қайтадан түсіру керек. Қайсар қылыш жұтқыш болады. Құдай сақтасын, ешнәрсе жұтпайды. Сен алдында больницада бірдеңе жұттым дедің ғой. ФГДС қой, асқазан тексеру үшін. Жігіттер, негізі мен бала кезімде жұтқам. Бірақ ине жұтқам. Сондықтан егер түсіндіңдер ғой. Бірдеңе істеу керек тез арада. Айттым ғой, жұталады аға, жұтады. Айтпақшы, алдында қылыш жұтқыш пен кадр болғанда сіздер де түсірдіңіздер ғой? Бір-екі кадр бар ма? Сіздер арттан түсірдіңіздер, е? Шында камера болады. Мынандай емес, объектив. Кішкентай болады да, соң асқазанды мониторға көрсетеді. Жөн емес енді. Кешіріңіз, менде флешка бар еді. Аяқтың астына оратылмай барыңдаршы, не керек, а? Шпагыны кім ұстатынын шеше алмай жатырмыз мына жерде. Бос әңгімеге уақыт жоқ бізде. Анау сосын Не дегенмен кішкене қинала тұрсын. Азап қанша ұзақ болса, соңында жеңілдеудің дәмі тәттірек, солай емес пе? Бәсеке, мүмкін ана қылыш жұтқышын қайтадан студияға шақырып, бәрін түсіріп аламыз. Ана қылыш жұтқыштың өзіне хабарласып, студияға шақырып, қайтадан бәрін түсіріп алайық. Міне. Оны барлығын маған тапсырыңыз. Мен өзім барлығын шешемін. Жоқ, кереңіз. Өзім барлығын өзім тыңдырасың. Өзің тыңдыршы мен. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Біз телеарнадан хабарласып тұрмыз. Тамағыңыз қалай? Мен ғой жылған. Не ғой, сіз қайта келе аласыз ба эфирге? Мына жақта жігіттер рек басы ұмытып кеткен ғой. Кім?
кім қылжытқышқа хабарласқан? А? Ол барлығын білет, енді олар бізбен соттаспақшы. Не қарайсың? Кім дейм? Естерің дұрыс па? На бастарында миларың бар ма сендердің? Ойын ұзаққа созылып кетті. Түсініңізші, өтінем, түсініңізші, бұл техникалық форс-мажор. Ондай жағдайлар енді әркімнің басында түсу мүмкін ғой. Енді, білем, біз кінәліміз, бірақ енді дұрыстайын деп жатырмыз ғой енді. Қалай түсінбейсіз енді? Енді біздің... Ассалаумағалейкум. Бұл атқарушы продюсер. Конфликті жағдайлардан шығудың бірнеше түрлері бар екенін білесіздер ме? Сіздің ойыңызша, бұл салада кім эксперт? Негізі күрделі трюктарды 2 камераға түсіру қажет. Мына картада не бар, тексере салшы. Қарайық. Басеке, 3-ші камераның жазуы бар екен. Да? Сорасын ба? Жазылды ма шпағы жұттың? Түсіріпсің де ғой. Бәсе. Құрметті көрермендер, Таңғы фреш бағдарламасының кезекті қонағы талантты әлемге әйгілі жан. Осыған бола менің миымды аштып. Біз үшін қуансаңыз болды ғой, Гүлнара Маратқызы, а? Ол сенің жұмысың. Рахмет. Мусоркаға салшы салшы. Сақтақ қой мені. Үлкен рахмет. Жоқ, рахмет. Енді ол адамгершілігі жағынан ғой, сен Балқаштыкісің ба? Есенбай көкенің ұлы болдың онда сен. Жоқ, айтып тұрмын да, фамилияң ұқсайды екен жалпы негізі. Сен Күлбарам апайлардың үй жағында тұратынсыңдар, баяғыда. Сен әкең бізге қарыз ғой. Сондықтан енді біздің Балқашта ондай жоқ қой. Сондықтан сен енді бірдеңе қыл мынаны. Таңғы фреш бағдарламасының тұрақты көрермендері, осымен біздің эфир өз мәресіне жетті. Сіздермен болған Нұрлан Нұрыш және ең көңілді және пайдалы бағдарлама Таңғы фреш. Әрдайым күліп жүріңіздер. Эфирде жүздескенше.